қаншама игілікті шараларды бел ортасында жүрдіңіз. Жақында мағыналы істердің жанашыр куәгері атандыңыз. Сіздер алдағы өміріңізде Абай атамыз айтқандай, 5 нәрсеге асық, 5 нәрседен қашық бола білсеңіз ғана өзіңіздің ұстаздарыңыз төгілген тер өтеді деп біледі. Сіздерге ендігі сәтте өз өмір айдыңызды қалап алуға тура келеді. Мақтарал ауданындағы 56 мектептің 55-і жалпы білім беретін білім ордасы болса, біреуі негізгі орта білім беретін мекеме. Осы аталған білім мекемелердің 27.108 оқушы білім алса, соның ішінде 2018-2019 оқу жылында 1666 оқушы мектеп бітіріп отыр. Соның ішінде 11 сынып оқушылардың арасында алтын белгі иегерлері 93 оқушы, үздік аттестат иегері 65 оқушы, ұлттық бірыңғай тестілеуге 948 оқушы қатысады. 9 сынып оқушылардың арасында бітірушілер саны 2384, үздік аттестат иегері 193 оқушы. Осынау кезеңдерде өмір атты кемелеріңізді желкен еш уақытта үстімеу үшін сіздердің бойларыңызда білім мен білікті батыл табылатынына сенгіміз келеді. Сіздер елбасы армандаған мәңгілік болашақтың бүгінгі жас құрылысшы екендігіңіз еш уақытта естен шығармаңыз. Құрмет жасап, қол соғып қойыңыздар. Марапатқа кезек береміз. Қазақстан Республикасы Түркістан облысының әкімдігі құрметті Әзімхан Жадыра Андасхан қызы, азаматтық ұстанымы берік, өзіңдей белсенді де білімді түлекті орта мектепті үздік бітіруіңізбен құттықтаймын. Білімге деген айрықша құштарлығыңызбен еңбекқорлығыңыз үшін шынайы алғысымды білдіремін. Сүйікті отанымыз тәуелсіз еліміздің өркендеп өсуіне үлкен үлес қосу үшін мектепте алған біліміңізді, тәрбиеңізді әрі қарай шыңдай түсіп, Қазақстанның патриоты болуға тілектеспін. Оқуда, еңбекте құрбы құрдастарыңызға үлгі боларлық, үлгі қасиеттеріңізге әрдайым еліміздің мәртебесін асыра беріңіз. Үлкен өмір жолына басқан қадамыңыз сәтті болсын. Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеев, құрмет жасап қойыңыздар. Дәл осы мәтінде маман Мереке Әлімхан қызы марапатталады. Құрмет жасап отырыңыздар. Дәл осы мәтінде Серікбай Айдана Әбдіхалық қызы марапатталады. Құрмет жасап отырыңыздар. Құрметті 2019 жылғы түлектер және мерекелік көрермен қауым, құрмет жасап қол соғып отырыңыздар. Дәл осы мәтін бойынша Ерман Бибі Мәриям Бақтияр қызы марапатталады. Дәл осы мәтін бойынша Жандарбар Уназ Сейтжан қызы марапатталады. Дәл осы мәтінмен Лукин Дмитрий Аркадьевич марапатталады деген қол соғып отырыңыздар. Дәл осы мәтінмен Үмбетова Алтынгүл Талғат қызы марапатталады. Дәл осы мәтінмен Есалы Мөлдір Сүндет қызы марапатталады. Дәл осы мәтінмен Нұрлыхан Айгерім марапатталады.
Бердебай Сәбит Хабитұлы марапатталады. Еліміздің оза төрені халқың саған сенеді, шәкірттікпен қоштасып азамат болдың өрелі. Құрметті мектеп бітіруші, бүгін сен үшін өте бақытты сәт, қуанышты күн. Қазақстан Республикасының толық құқықты азаматы ретінде саған жүктелер жауапкершілікте жоғары. Жаңа ғасырдың асуында қандай биіктік болсын, бағындыруға қандай асу болсын, алуға дайын. Бәсекелестікке қабілетті, заман талабына сай білімді де білікті бол, жас дос. Сенің мектепте алған біліміңді халық игілігіне пайдаланатын кезің келді. Осы жолда еліміздің әл ауқатын көтере отырып, қуатты елде қатарына тұруыңа өз үлесіңді қос. Саған қажымас қайрат, асыл арман, мол бақыт, терең білім, сәтті сапар тілейміз. Бөлім басшысы Мұратбек Серікбай, білім бөлімінің басшысы, құрмет жасап отырыңыздар. Амангелді Меруерт Қанат қызы, құрмет жасаңыздар. Дәл осы мәтінмен Зұлпықарова Ұлжан Мақсат қызы марапатталады. Дәл осы мәтінмен Алқабай Шерхан Бейбітханұлы марапатталады. Түркістан облысы Мақтаарал ауданы әкімдігі, құрметті Қозыбек Арыстанбек Бекболатұлы, азаматтық ұстанымы берік, өзіңдей белсенді де білімді түлекті орта мектепті үздік бітіруіңізбен құттықтаймын. Білімге деген айрықша құштарлығыңызбен еңбекқорлығыңыз үшін шынайы алғысымды білдіремін. Сүйікті отанымыз тәуелсіз еліміздің өркендеп өсуіне үлкен үлес қосу үшін мектепте алған біліміңізді, тәрбиеңізді әрі қарай шыңдай түсіп, Қазақстанның патриоты болуға тілектеспін. Оқуда, еңбекте құрбы құрдастарыңызға үлгі боларлықтай ізгі қасиеттеріңізбен әрдайым еліміздің мәртебесін асыра беріңіз. Үлкен өмір жолында басқан қадамыңыз сәтті болсын. Құрметпен аудан әкімі Бақтасанов. Дәл осы мәтінмен Шәріп Феруза Ержан қызы марапатталады. Дәл осы мәтінмен Қасымова Ақмарал Әбдімәулен қызы марапатталады. Дәл осы мәтінмен Тұрат Аяжан Жүсіпәли қызы марапатталады. Дәл осы мәтінмен Жандарова Арулаз Сейтжан қызы марапатталады. Дәл осы мәтінмен Әжман Әсел Рахматулла қызы марапатталады.
осы мәтінмен Әзімхан Жадыра Андас қызы марапатталады. Дәл осы мәтінмен Дүйсенбай қызы Айнұр марапатталады. Дәл осы мәтінмен естөрі Аружан Бақберген қызы марапатталады. Дәл осы мәтінмен Мәулен Жанар Әбдрахман қызы марапатталады. Мақсат! Мақсат, жақындасайықшы. Дәл осы мәтінмен Сарым Ақерке Тұрлыбек қызы марапатталады. Дәл осы мәтінмен Давранова Севиш Хасан қызы марапатталады. Оған фамилиясын айтып Дәл осы мәтінмен Ходжиев Равшан Сабирович марапатталады. Дәл осы мәтінмен тағда Лукин Дмитрий Аркадьевич марапатталады. Құрмет жасап, қол соғып отырыңыздар, құрметті түлектер. Дәл осы мәтінмен Ли Юлия марапатталады, қол соғып отырыңыздар. Дәл осы мәтінмен Багирова Ясмина марапатталады, қол соғып отырыңыздар. Дәл осы мәтінмен Назарова Суро Бакиржановна марапатталады. Дәл осы мәтінмен Сафарова Гүлжан Мехрали қызы марапатталады.